Құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қазақи арнамды дамуына үлес қосыңыздар. Кемел адам. Кемел адам қандай жағдайда, нендей халде жүрсе де, Алласымен әрдайым бірге екендігін терең сезінетін ихсан дәрежесіне жеткен жан. Жаратқанмен байланысы нық, зікірі көп, мінәжаты мінсіз, ғибадатта терең адам. Кемел адам жүрегі мейірім мен махаббатқа, ар мен ұятқа, әділет пен ынсапқа толған, көңіл айнасын, жүрек тазалығын барынша сақтай білген кірпияз кісі. Жүрегіне зәредей күнәдағы қонса, оны бірден көз жасымен жууға асығатын шынайы тәубе иесі. Оның діні махаббат діні. Алланың жаннаттан тәтті жақсы көруімен адамзаттың бәрін бауырым деп сүюі. Тіпті жаратқан үшін барша жаратылғанға махаббатты таныту жолы. Кемел адам назары әрдайым жаратушының ризалығында. Сондықтан ол басқасының бәрін мақтауын мастанбайды. Өзгенің даттануына ренжіп, көңілі құлазымайды. Кемел адам әділдікті хақ жол деп біледі. Имани гүлдің негізгі ретінде сүйеді. Қандай жағдайда, нендей қысымға ұшыраса да, ақиқаттан айналып әділеттен таймайды. Оның сөзі мен ісі, мінезі мен күллі өмірді әділеттен құралған. Кемел адам обал мен сауапты, жақсы мен жаманды, пайда мен зиянды парқын білетін парасат пайым иесі. Ол күнделікті ұсақ-түйек оқиғалардың өзін жоғары қоя білетін кісілігі ірі тұлға. Ол оқиғаның астарына үңіліп, әрбір жағдайды терең сараптай білетін, заман ағысын жақсы бағымдайтын сұңғалы адам. Кемел адам өз ісінің шебері, нәпақасын адал жолмен, маңдай терімен табады. Масылдықты ұят санайды, қол қусаруды ар көреді, намысын биік ұстайды. Тапқанның көппен бөлісе алатын мәрт мінезді жомарт жан. Кемел адам айналасына әрдайым қуаныш сыйлайтын, көркем мінез гүлзары, кез келген кісінің көңілінің кілтін таба білетін, жаны жайсаң мәмілегер. Ол өзінше қанша жоғары талап қойса да, айналасын кешіріммен қарайтын мейірбан жан. Қарапайымдылық оның қанаты. Ол кез келген жетістікті жаратушының жәрдемі деп біледі. Кемел адам елі мен жүрегіне қауіп төнсе, атойлап дұшпанға қарсы шабар батыл тұлға. Ол қасиетті құндылықтарын қорғау жолында жан беруді қор болып жер бетінде тірі жүруден артық көреді. Кемел адам мұңғылы, ойлы, қам көңіл, терең де тұңғиық тұлға. Ол кешегі Абай, Шәкәрім, Ыбырай, Әлихан Ахметтер секілді елдің ертеңін алаңдап, жұрт мүддесін жеке бас қамынан жоғары қоя білетін, қалың елдің қайғысын жұтқан заңғар адам. Ол қоғам алдындағы жауапкершілікті толық сезінеді. Һәм сол жолда бар ғұмырын, тіпті жанын да малын да аямайтын адам. Кемел адам жайлы осылай көп айта беруге болады. Бірақ кемел адамға жоғарыдағыдай анықтама беріп отырған мына мен бар болғаны кемелденуге ниеттенген қатардағы пенденің бірімін. Десек те кемел адам дәрежесіне талпыну мына пәнидегі әр адамның дерті болуы тиіс. Тұлғалық дамытамыз, ақша табуды үйретеміз деп фетишизмді, буддизмнің кейбір наным сенімін, нумерология секілді біздің ұлттық дүниетанымымызға жат дүниелерді насихаттап жүргендер бар. Сондай-ақ кейбір кісілердің қаржылық тәуелсіздікті айлыққа жұмыс істемеу деп тәпсірлеп, дәрігер, мұғалім немесе мемлекеттік мекемеде өз мамандығы бойынша жұмыс істеп адал табыс тауып жүрген жандар кемді кем санау. Ол өте қате пайым. Қаржылық тәуелсіздік бұл міндетті түрде әр адамның жеке бизнесі болуы тиіс дегенді білдірмесе керек. Жұрттың бәрі
шықпай кәсіпкер болып кетпесі айтпаса да түсінікті. Қаржылық тәуелсіздік, адал табыс, қаражат тұрғысынан ешкімге қол қоздырып мұқтаж масыл болмау. Дәл қазір біз уақыт тұрғысынан құндылықтар алмасып, жақсы мен жаманды сыпырылысып, ақ пен қараның қайшыласып жатқан жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатырмыз.